құрған төрт ұрпағымен бірге қазіргі бүгінгі мыңдаған елдің түкпір-түкпіріндегі барлық тілектес ағайынның үлкен туына айналған Ақшатау биігі бүгінгі жаңа бір өзінің тағы да халыққа қызметін жасап тұрғандай іспетті. Осы өңір Арал теңізімен бірге мыңдаған көлдер жүйесінде қиыншылық уақыттарда халыққа асыраушы болып, осы көлдер жүйесіндегі кәсіби ортасы болып, сонымен бірге іргесінде мыңғырған малы менен қоныс тепкен ағайынның барлығын тату ауызбіршілігінің үлкен ордасы болған жер. Біздің бүгінгі және кешегі тарихымызда Жақайым ата және одан тараған ұрпақтардың ішіндегі батыр да, би де, шешен де, жауғаш елін қорғаған біздің кіші жүз ағайынның ішіндегі жылқаманнан бастап небір Сартай батырларға дейінгі батыр бабаларымыздың да осы табаны тиген топырақ қасиетті. Мінекей бүгінгі еліміздің жер-жерінен барлығы келіп, үлкен елдік шараға, оның Қызылорда өңірі Ақшатау жерінде болып жатқанына халқымыздың көңіл күйінен байқап тұрмыз. Жалпы ұйымдастыру жұмыстары да өзінің мәресіне шыққан сияқты. Ал енді ұйымдастырушы жігіттердің ішінде біз осы төрт ададан тарайтын Жақайымның барлық ағайындары түгелдей атсалысты. Атыраудан, Оралдан, Шалқардан, Ақтөбеден, Алматы, Астана, Қызылорда аудандарынан барлығы бір кісідей ұйымдастыру жұмысының өзегінде болып, әрқайсысы өзінің қолынан келген моральдық және материалдық қолдауларын жасап, мынау арнайы сызылған сызба бойынша осы белгі орнатылып, алдағы уақытта бұның іргесіндегі жұмыстар жалғасын таба беретін болады. Енді қолға алынып жатқан жұмыс жалпы Жақайым атаның жерленген қабірі бұрынғы біздің Орта Азиядағы билеу ізіменен Ташкенттің іргесінде жерленген деген мәлімет бар. Соған экспедиция тағайындап жатырмыз. Ол экспедиция сол мәліметтерді ғылыми деректермен негіздеп анықтаған кезде болашақ мүмкін бір уыс топырағы сол қабірдің басынан осы Ақшатаудың басында да жеткізілетін күн болар. Жақайым баба жайлы әлі де зерттеу, толықтыру жұмыстары жалғаса бермек. Қазақстанда және шет елдерде тұратын баба ұрпақтарына қатысты деректемелерді жүйелеу, баба жерленген жер Ташкент өңіріне арнайы экспедиция жасап, жамбас тиген жерге белгітас орнатуда келешектің еншісінде. Бүгінде белгілі архитектор Сәдуақас Ақтаев сомдаған Жақайым ата белгісі үлкен істің бастамасы ғана. Бұл жайында мәселенің алдағы күнінде бір жасалатын үлкен болашағы болу керек. Істің Шыңғысұлы Жақайымның ескі аңыздар бойынша Сырдың бойында Нұртуған деген үлкен шайыр болған. Нұртуғанның шайыры Дәріқұл Нұртуғаннан естіген. Сол Дәріқұлдан Берекет Омаров деген ағамыз естіп, мен сол Берекет Омаровтың қолжазбасынан алғанмын. Жақайым деген бабамыздың сүйегінің жатқан жері Ташкенде Әлімтау деген тау бар. Біздің Әлім деген бабамыз сояқты жайлаған, бауырынан тараған ұрпақтары сол жерді мекендеген. Сол Әлімтаудың қасында Алтынтау деген жер бар. Сол Алтынтауда Жақайым бабаның мәңгілік мекені, жамбасының тиген жер еді деп аңыз етеді. Біз енді осы Ақшатау қоғамдық қоры, осы Ақшатау қоғамдық қорының қамқоршылық кеңесінің азаматтары ойласа келіп, осы астан кейін бір тағы да бір үлкен жобаны алмен қарай қолға алғысы келіп отыр. Ол сол әз бабамыздың жатқан жерінен, Ташкеннен барып топырағын әкеліп туған жерге табыстау. Екінші бір үлкен мәселе, Ақшатау деп аталатын қазір сайт ашылған интернеттен. Ол сайттың ішінде аржағы бүкіл Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Орал, Атырау, Ақтау, Ақтөбе, бержағы Қызылорда облысы және Қазақстанның барша аймақтарындағы бабаның жаңағы ұрпақтарының таралуы, соның шежіресі жарияланады. Және осы мына елбасының назарында тұрған Арал аймағы ғой. Арал аймағының өткен тарихына қатысты, осы жерде өмір сүріп жатқан бүгінгі этностардың тарихын түгендеп, Ақшатау деп аталатын мега энциклопедия жасау. Бұл енді мега энциклопедияны жасау үшін бұған ғалымдар, мамандар, этнографтар, филологтар, ауыл шаруашылығына байланысты, су шаруашылығына байланысты, кеше кеңес үкіметінің тарихын жақсы білетін ағайындар. Енді бұл Жақайым бабаның бауырынан тараған ұрпақтың дені кешегі балықшылар. Поволжьенің ашыққан жұртына 16 вагон балық жөнелтетінде Совет одағының тұсындағы осы бабаның ұрпақтары. Енді балықшылардың тарихы деген бұл да үлкен тарих. Осыны білетін мамандардың басын жинап, болашақта энциклопедия жасасақ па деген ой бар.
Алла тілегімізге жеткізсін деп ойлаймыз. Мына қырдың басына шығып, бабаны ұлықтап, зиярат етуге келген барша бауырларымыздың тілегі, ниеті қабыл болсын. Ескерткіш белгінің ашылу салтанатында Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері ақын Жүрсін Ерман, Қазалы ауданының әкімі Мұрат Имандосов, Ақтөбе облысы Шалқар ауданының әкімі Рахат Сыздықов, ел іргесінің беріктігін сақтау, баба рухын ұлықтай білетін ұрпағының қасиетті борышы екендігін тілге тиек етті. Ақшатау басына жиналған қауым Дайрабай ақсақал оқыған баба рухына арналған дұғаға ұйыды. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ақшатаудың етегіне тігілген ақ шаңқан үйлерге келген қонақтар мен жиналған қауым баба рухына арналған ас мәзірінен дәм татты. Ақшатаудың басында мен мұндалап, баба рухына арналған ескерткіш белгі қалды жарқырап. Біз Арал қаласына жол тарттық. Кешкілік аудандық мәдениет үйінде Жақайым баба рухына арналған республикалық ақындар айтысы өтті. Айтысты Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген қайраткер ақын Жүрсін Ерманов жүргізді. Жыр шайысына Балғынбек Имашев, Бегарыс Шойбеков, Әсем Ереже, Ержеңіс Әбдиев, Нұрдәулет Махамбет, Мұхтар Ниязов, Сырым Әуесхан, Шынберген Сүлейменов қатысып, айтыстың көрігін қыздырды. Әдегеннен Балғынбек пен Мұхтар бастаған сөз сайысы мәдениет үйінен лық қылған жыр сүйер қауымды бір желпіндіп тастады. Ашып қара көзіңді, беке жанға жүрсін қатты ұқсайды, менен көрі қайлайым. Теріңе симай тырсылдап, өш алам деп ырсылдап, беке жанға ұқсайтын жүкең отыр қылшылдап. Балғынбекте шаруаң жоқ, атқыш болсаң жүрсін дат. Қайлайым. Шектілердің қыздарын құдашам деп сыздадың. Атып тастап жүкеңді, тойдың шырқын бұзбағын. Жүкең кетсе көрермін шекеміздің қызғанын. Қайлайым. Ай, біз жырмен көмкермей қайтып тойды. Бірақ жырғы бөрейік тәртіп тойды. Менен көрі Жүрсін ағаң ұқсайды деп едім бұл балғынға шалқып тойды. Қол астында қызмет еткеннен соң сенің бұлай дегенің артық болды. Жүрсін аға уәзірлерің аяр екен, сынсағатқа келгенде тайқып қалды. 37 жыл келсе ең бірінші кімді аттыратынын айтып қойды. Ай, айтыстан көп болғасын теңген үйген, баптап жібереді жеңгем үйден. Тектілікпен танығың келсе егер, аралға кеп күйменен термен үйрен. Сен деген жетісулық жігіт едің, бейне мырза жұмаған мінгендей кенже жирен. Қасыңдағы досыңды сатпауды сен, сартайларды өсірген төрден үйрен. Бәке адалдық пен мәрттіктерді осындағы небір ерден үйрен. Атқа мініп алтын тон жамылса да, атасын ұмытпайтын елден үйрен. Өзге ақындарда көпшіліктің көңілінен шығатын шұрайлы сөз маржандарын төгіп, айтыс сүйер көпшіліктің көңілін тасытты. Ақындар айтысы қыза түсті. Әсем мен Ержеңіс, Еркебұлан мен Қайрат, Нұрдәулет пен Сырым, Балғынбек пен Мұхтар, соңында Шынберген мен Бегарыс
өлеңнің өзіндік өрнегін салып, айтыстың тұғырын биіктетіп тастады. Ақындардың да айтысып, айызы қанды, тыңдарманның да делебесі қозып, жыр сусыннан мейірі қан ішті. Жақайым бабамыздың өнегелі өмірін, жүріп өткен жолын осы келер ұрпаққа насихаттау мақсатында, оның үстіне халықтың рухани шөлін қандыру мақсатында ұйымдастырылып жатыр. Енді бұл ән бұрынғаннан өзгерек дегендей, бұл айтыстың жөні жылда Аралда Нәжімеді Мұсабай бағамыздың қамқорлығымен жыл сайын бір тұлғаның тарихи тұлғасын ашу мақсатында айтыстар ұйымдастырылып келеді. Бірақ биыл үлкен көлемде Жүрсін Ерманов ағамыз шақырып, сонымен қатар республикаға белгілі Балғынбек Имашев сияқты, Бекарыс Шойбеков сияқты ақындар осы айтыстың көркін ашып жатыр. Бұл енді осы жергілікті Аралдағы мықты ақындардың, енді ұшталып жатқан ақындардың шығуына үлкен ықпал етеді деп ойлаймын. Оның үстіне халықтың мынау қазіргі рухани кемелденуіне үлкен ықпал етеді деп ойлаймын. Сонымен қатар енді айтыстың қазақтың жан шөлін қандыратын бірден бір өнер ғой. Осы айтыстың қазаққа керек екені бірден бір мәлім. Сондықтан мынау Жақайым бабамыздың тойында осындай айтыс өтуі мен заңдылық қой деп есептеймін. Қазақтың өшкен, жандырып өлген, тірілтетіндей бір үлкен сондай бір аламан болып жатыр. Жалпы өзімізге келген кезде біз енді сыр өңіріне, соның ішінде Аралға ең алғашқы келіп тұрмыз. Қаншама тарихпен қанықтықты, қаншама тұлғалардың бұрын есімдерін білмеген адамдардың өмір тарихын зерттеп, енді айтысқа дайындық барысында көп мағлұматтарға қанықтық. Енді ол мағлұматтарымызды осы елдің иесі мен киесін жүрген жерімізде айтып, жырлап, насихаттап жүреміз. Сол тұрғыдан алған кезде бұл біздің өзімізге де олжа, халыққа да олжа болады деп есептеймін. Халықтың ықыласына, пейіліне разымыз. Енді біздің айтысқа келгенде қандай мақсат болады? Біз айтысқа келгендегі мақсатымыз тек біздің өмірге келгендегі ақын болып біздің негізгі миссиямыз халықты жырмен сусындату, халыққа жақсы үлгі өнегелі насихат жыр айту ғой. Тағы да сол кезекті міндетімізді атқарғалы келіп тұрмыз. Рахмет көп-көп. Жақайым бабаның құрметіне өткізген ақындар айтысы бұл аса үлкен айтыс та болған жоқ, аса ойнақ ақынға айтысты, бірақ Алматыда, Астанада өткен айтыстың ешқайсысынан кем емес. Осы елдің тарихы, Жақайым бабаның бауырынан өрбіген қалың елдің жеткен шыққан биігі, шыққан шыңы жақсы айтылды. Қандай азаматтар шығып жатыр, олар Қазақстанның бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның шежіресіне қандай үлес қосып жатыр, осының бәрін көркем тілмен айтылып жатыр, әзілді айтылып жатыр. Мынау Арал теңізінің проблемалары да тіпті ақындардың теңеулерінің көбісі Арал төңірегіндегі түсініктері құрылғаны айтыстың ажарын ашты ғой деп ойлаймын. Халық сондықтан да қозғалмай отыр, қаншама халық келді сүйсініп қол соғып жатса, бұл бір мерейті тастаған, рухты көтерген, елдің басын біріктірген жақсы өнер сайысы болды деп есептеймін. Ақындар айтысынан желпініп шыққан көрермен орталық алаңдағы гала концертке беттеді. Ине шаншар, жері жоқ алаңда Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері әнші Жеңіс Сейдолла бастаған эстрада жұлдыздары Арал аспанын сазға бөлеп, халқына әннен шашу шашты. Гүлнұр Оразымбетова, Өмірқұл Айниязов, Шымберген Сүлейменов, жыршы термеші Елмұра Жаңабергенова Арал жұртшылығының ризашылығына бөленді. Жақсы сөз бар ғой, өлі риза болмай, тірі байымайды деген. Енді бұрынғы ата-бабаларымызды ұмытпай, келесі ұрпаққа әдемі күйінде біз жеткізіп отырсақ, жалғастырушылары, ойлаймын, біздің ата дәстүріміз, біздің тарихымыз әрі қарай жандана түседі, болашақ ұрпақтармен бірге жалғасарып береді деп мен өзім ойлаймын. Енді өзім туған жерім осы Арал өңірі, оның ішінде Қаратерең деген ауыл, өзім Жақайым руынанмын. Енді осы мерекеге Астана қаласынан шынымды айтсам бір үлкен бір бойыма бір күш қуат бітіп дегендей үлкен сағынышпен осы еліме келіп жатырмын. Енді
барлық жақсы әндермен халықпен бөлісеміз. Бүгінгі мереке бәріңізге де құтты болсын, жалғасын таба берсін деп айтқым келеді. Көпшіліктің де көңіл күйін білуді жөн көрдік. Мынау бүгін Жақайым атамыздың асы өтіп жатыр. Мен өзім Жақайымның бәйімбетінің қызы болғаннан кейін осы асқа тілегімді айтып келіп тұрмын. Мына келіп жатқан концерт, келіп жатқан мына ақындар айтысын көріп шықтым. Өте тамаша болды. Мынау беріліп жатқан концерт біздің Аралға тоқ беріп жатыр. Аралдың теңіз тартылғанмен халқы жақсы тұрып жатыр. Мына келіп жатқан бүткіл мына артистерге, өлең айтып жатқан біздің ақындарымызға бәріне рахмет айтамыз. Аралды гүлдендіріп, бір көңілдерін көтеріп тастады. Мынау Жақайым атаның аруағына солар риза болып, солар аруағы жар болсын осыларға. Халық тілекші бәріне де. Осындай тойлар көп бола берсе екен. Бүгін гала концерт болып жатыр. Халық өте жақсы жиналған. Рахмет ұйымдастырған жігіттерге келген. Өте жақсы өтіп жатыр. Арал аспанында көпке дейін әсем ән қалықтап тұрды. Арал топырағында бүгін ұлан асыр той. Ат бәйгесі, қазақша күрес, айтыс жеңімпаздарын марапаттау және де осы Арал төңірегіндегі жырау жыршылардың ұлы концертіне ұласпақ. Жақайым бабаны ұлықтауға арналған театрландырылған қойылым көпшілік назарына ұсынылды. Жамбас жерім Аралым. Аудан өнерпаздары өнерлерін ортаға салды. Республикамыздың атақты күйшілерінің бірі, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі күйші Секен Тұрысбеков өз шығармаларын орындады. Қазылар алқасының ұйғарымымен ақтық сайысқа шыққан Бегар Шойбеков пен Мұхтар Ниязов кең жазира даланың төсіне жиналған қалың қазақтың Жақайым ұрпақтарының алдында айтыстың көрігін қыздырды. Ол мұқан жаңа келте топшылады, көрінбей Бегарыстың жақсы жағы. Менің жүрген жеріме шөп шығады, шөп шыққанда Мұхтаржан көп шығады. Сенің мынау бәлеқорың маған тағы бір жала дайындайды. Аралды да кептірген сен едің деп, арандата салудан тайынбайды айғай.